Сәлеметсіздер ме? Мен нөмірі 19 жалпы білім беретін мектептің 8 сынып оқушысы Көбейсінова Асима Нұрмекен қызы боламын. Бүгінгі мен сіздің назарларыңызға ұсынып отырған жобамның тақырыбы гепард кемесі. Алдарыңызда көріп тұрғандай бұл гепард кемесінің макеті. Біздің негізгі жобамыздың мақсаты бұл суда жүзіп, емін-еркін жүзетін және де заманауи жабдықтармен жабдықталған және де пилотсыз басқарылатын кемені қолданысқа енгізу. Және де бұл кеменің артықшылықтарына тоқталып кететін болсақ, біріншіден бұл пилотсыз қашықтықтан оператор, яғни монитор арқылы басқарылады. Мысалға, адам барламайтын қауіпті аймақтарға, операцияларға немесе зерттеулерге осы кемені жіберу арқылы адам өміріне қауіп төнбейді. Яғни бұл ең маңыздысы қауіпсіздікті арттырады. Екіншіден, бұл кеменің артықшылығы бұл көріп тұрғандарыңыздай 360 градусқа айналатын камера орналасқан. Бұл камера кеменің жан-жағындағы нысаналарды, кедергілерді және де судың бетін анық көрсетеді. Бұл камера арқылы біз навигацияны дәл әрі нақты ете аламыз. Үшіншіден, бұл кеме спутниктік антенна арқылы нақты байланыс орната алады. Спутниктік антенна бізге кеменің қасында басқа да қандай кемелер бар, қандай нысаналар бар, қандай адам сүретін аумақтар бар, соны бізге нақты сигнал арқылы жеткізіп отырады. Қорытындылай келе, біз осы гепард кемесі арқылы бұны заманауи жабдықтармен өңдеу арқылы және де жөндеу арқылы қазіргі заманға сай етіп заманауи кеме жасап шығару.